Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лаваштан чипсы жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай және де дәл дүкендікіндей қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бірден пешіңізді 200 градуста қыздырып қойыңыз. Содан кейін лавашты кесуге кірісесіз. Дәл осындай лаваштың бір бөлігін алып, видеодағыдай бірдей көлемде етіп, 4 бұрышты формасында кесіп шығатын боламыз. Осылай ортасынан 2 бөліп аламыз және де ұзынша етіп бөліп 4 бұрышты формасында кесетін боламыз. Өзіңіз қалаған формада кессеңіз болады. Бірдей болу үшін осылай бір бөлігін кесіп алып, келесі лаваштың үстіне қойып, бірдейлестіріп кесіп аламыз. Барлық лавашымызды дәл осылай кесіп алып, ыдысымызға салатын боламыз. Үстіне кептірілген сарымсақ, паприка және шымшым тұз қосамыз. 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәл осылай қасықпен немесе қолмен араластырсаңыз болады. Негізі қолмен араластырған ыңғайлы. Формамызға пергамент қағазын төсеп, лаваштарымызды толықтай жазып жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градустағы пешімізге 10 минутқа қоямыз. Міне біздің чипсыларымыз дайын болды. Дәл қытырлақ дүкендікіндей болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.